Құрметті әріптестер, достар, ассалаумағалейкум. Достар, бауырлар, сіздермен бірге Қайрат Нұрнияз. Біздерге көп сұрақтар келіп жатыр. Кешегі соңғы ақпараттар бойынша кру кабинеттегі ақшаларымызды Эваричке, Ачи кабинеттерге жіберіңіз деген. Соны қалай істеу керек, телефонмен көрсетемін. Так, бірінші сіздер кабинеттеріңізге кіресіздер, білесіздер ғой да, біздің skyvainvestgroup.com міне Ачиға кіресіздер, ең бірінші тұрған вход. Ачиға кіресіздер, кабинеттеріңізге, то есть айтқанда. Енді менде кабинетім сақтап отыр. Достар, міне кабинеттен сақтап, өздеріңізді телефонмен кіресіздер. Енді қараңыздар. Так, мына менің кабинетім, мен мына Эваричке кіріп тұрмын қазір таңда. Көрдіңіздер ғой да? Қалғандары бәрі. Жалпы барлықтарыңызда осы ТНГ, Евразия, ТНГ Group, Кру, Ачи, UGP Group және Эварич болғандары жақсы. Соның ішіне сіздер Круға кіріңіздер. Міне Круды басасыңдар үстіне, көрдіңіздер ғой да? Үстін басқанда мына новостидің үстінде Круды басасыздар. Міне кабинетке кірдіңіздер. Достар, кабинетке кіріп, қандай да бір осы финансовый операция, кошелек арқылы жасайтын болсаңыздар, сіздерге электропочта керек. Электропочтаны міндетті түрде қапталдан ашып қойыңыздар. То есть, ол үшін электропочтаны өздеріңіз қайдан аласыздар. Жалпы, достар, әріптестер, мен айтайын дегенім, әрбір бизнес партнердің логины, пароль, электропочта және электропочтаның пароль өздерінде болу керек. Ол үшін мына профильді басасыздар. Мына профильді басқанда сіздің мына жерде электропочтаңыз шығады, міне электропочта. Осы жерде сіздің барлық данныйларыңыз жазылады, сол электропочтаға, достар, почтаны ашып қойыңыздар. Менде қазір электропочта мысалға ашық тұр. Так, енді бетеміз. Достар, мына жерде мысалға сіздердің кошелектеріңізде, мысалға мен аударып қойдым, енді жалпы мына кошелектеріңізде ақша тұрады. Енді мына жерде тағы бір мұқият айта кететін жайт, основной счет бөлек, бонусный счет бөлек. Қараңыздар, основной счет сіздерге бір партнердан келіп жатырған ақшалар, основной счет. Ал бонусный сіздерге компаниядан келіп жатырған счеттар. То есть лояльность, профит, бонус болсын, осы бонусный счетқа түседі. Неге? Осыны мұқият қазір осы екеуінің айырмашылығын айтып беремін. Так, енді кошелек дейді, қараңыздар. Мен жерде кошелекті басасыздар да, мен кеше бір қызық болған, кеше қарап бәрін көріп алдық. Енді біз әуелден осы операциялар жасап жүріп қой. Мен жерде енді білесіздер, баланс, оплата, выставлять счет, вывод средство и перевод средство. Перевод, конечно, біреуге жіберуге. А вывод средство, қараңыздар. Вывод средство, мен жерде бассаңыздар, қазір таңда мен жерде қараңыздар. Орысшада тұр ғой да, мен жерде көрдіңіз ғой да? Орысшада тұр. Енді сол орысша күйімен келіп, сіздер мына вывод средствоны бассаңыздар, достар, мен жерге банковский перевод Беларуси деп шығады. Басқа бұрын соңды крипто кошелектерге, Perfect Money'ге болған мастер виза карты, евро, Россия, рубль, Қазақстан болған. Қазір данный момент тек белорусский банк тұр. Ақшаны шығару үшін. То есть, енді кеше бір подсказка келді, соны ашып қарап, мен риза болдым. Енді қараңыздар, мына шетке келіп, мына переводты басасыздар. Перевод басқанда қаншама бізде, білесіздер ғой, қаншама мемлекеттер, соның ішіне мына қазақшаны басасыздар. Қазақшаны басқанда барлығы қазақшаға ауады, өте керемет. Енді мен жерде енді білесіздер, әмиянды басасыздар. Әмиянды басқанда мен жерде мен қаржыны шығару, даже барлық қазақша тұр. Қаржыны шығару және қаржыны аудару. Қаржыны шығаруды бассаңыздар, достар, мен көрсетейін қазірге. Қаржыны шығару бассаңыздар, мынаны қараңыздар, өте керемет. Мастер виза карт қазақстанский деп тұр. Шығару ақшаны да. Мен кеше шығарып қойғанмын, міне қазір әлі күтуде. Бұл енді течение 5 дней дейді. 5 күннің үстінде, 7 күннің үстінде, рабочий күннің үстінде түседі. Енді қараңыздар. Қараңыздар, енді
Так. Мына егер сіздің счетыңызда мына негізгі счет дейді. Основной счетта 50 юниттен көп болса, сіздер шығара аласыңдар. Ал мына бонусный счеттағыны шығара алмайсыңдар. Ол үшін бетесіңдер. Мысалы, ладно, мына жерде 65 юнит тұрса, 65 юнит. Тогда сіз осы жерге келіп, әмиянды басып, қаржыны шығаруды басып, мына мастер виза картын үстін бассаңыздар. Мына жерге мынандай деп тұр. Мына жерде бәрі жазып отырады. Мына жерге карта номеріңізді, срок годность, аты жөніңізді, және мына жерде сол жерде сізге қол жетімді шығарылатын, ана жерде мысалы көрдіңіз ғой, мына жерде менде қанша тұрды? Ой, кешіресіздер, извините, кешіресіздер. Мына бонустық счетті шығара аласыңдар, бонустық счетті. Негізгі счетті ол сіздерге біреуден келген, әркімде әртүрлі болады. Ал мына бонустық счетті шығара аласыңдар, менде көрдіңіздер ғой, 48 цент деп тұр. Қол жетімді. Сіздерде 50-ден жоғары болса, мына жерде жазып отыр. Минимальный сумма 50 юнит деп тұр. Және мына жерге карта нөмірлерін жазған кездерде мына жерге аты жөніңізді жазып, мына жерге мына галочканы басасыздар. Сосын мына жерге мысалға сізге положено 50, 60, 70 деп тұрады, соны басасыздар. Сол жерде мына жерге теңгесін көрсетеді астына міне. Мына жерге дәл теңгені көрсетеді. Сосын мынаны баса отыра сіздерге код сұрайды. Код подтверждения электропочтаға жібереді. Түсінікті ғой достар, да? Ал енді қараңыздар, ал мына негізгі счеттағы, мысалға мендегі 75 цент тұр қазіргі таңда. Оны басқа жаққа аударасыздар. Эваричке или ачиге. Эваричке аударып қойған жақсы, алдағы уақыттарда басқа да төлемдер, бип клуб болсын, элит клуб болсын төлеу үшін осы жаққа жібересіздер. Түсінікті ғой достар? Орысша кезінде, мына орысша болып тұрған кездерде сіздерде әмияңда мынандай мастер виза карта именно Қазақстанға жоқ. Ал енді қазақша аударған кезде бар. Және сіздің мына негізгі бонустық счетыңызда компаниядан келген. Ол 50 юниттен жоғары болу керек. Сол кезде сізге шығаруға, мастер виза картаға шығаруға болады. Енді ал жақсы, сізде ондай 50 юниткен жетпесе, аз болып жатса, пожалуйста, мына әмиянды басып, әмиянды басып, міне қаржыны аударымы дейтінді басасыздар. Енді мына жерге келесіздер. Мысалға, мына жерге басқа біреуге аударатын болсаңыздар, мына жерге логин тересіздер, басқа біреуге. Мына жерге бетсеңіздер, міне логин, көрдіңіз ғой, да? Басқа кісінің логин жазасыңдар мына жерге. Ал егер сіздің өзіңіздің кабинетіңізден эваричке аударатын болсаңыздар, онда міне басқа кабинетке өз әмияңыздан аударыңыз деп тұр, аударым жасау деп тұрады. Осыны басасыздар. Және мына жерге шығады, міне енді ачи шықты. Ачиді бассаңыздар, ТНГ, эварич шықты. Эваричті басып, сумманы жазып, міне аударым деп басасыздар. Енді ол жерге мысалға 75 цент аударылмайды, скорее всего, наверное. Білмедім, көрейін қазір. Ой, да, 75 цент аударылмайды уже, көрдіңіз, недостаточно средства деп тұр. Вот, $1 жоғары аударылады. Осыны аударған кездерде сіздің электропочтыңызға хат келеді, сол хатты копировать етіп, осы жерге выставлять етесіздер. Так, достар, жалпы айтайын дегенім осы. Сондықтан енді алда уақытта мына эваричке, ачиге іштегі остаток ақшаларыңызды осы жаққа аударып қойыңыздар. Тек қана қазақша күйімен аударасыздар, ал орысша күйінде жоқ. Ақшаны шығару тек қана біздің мастер картаға қазақша, ал аудару ол орысшада жүре береді, былай айтқанда. Перевод средства ол орысшада жүре береді. Міне көрдіңіз ғой, перевод средства. Достар, жалпы осы, енді кабинеттегі ақшаларыңызды аударып қоя беріңіздер, оның ешқандай зияны жоқ, өзара өзі ауа береді. Ешқандай комиссия ұстамайды. Алда уақыттарда мына басқа да оплата жүргіземіз, басқа да бір элит клуб, бип клуб төлейтінге біздің внутренний ақша керек болады. Достар, барлықтарыңа көп рахмет. Кімде-кім сұрақ болып жатса, осының астына телефон қалдырам. Сұраңыз, телефон соғыңыз, хабарласыңыздар. Көп рахмет. Сау, саламат болыңыздар.